Сәлем достар, бүгін біз чизкейк сникерс жасаймыз. Ол үшін ыдысқа барлығын бірден саламыз, яғни ұн, какао, сахарный пудра және тұзымызды саламыз. Сары майды салып барлығын араластырамыз және жұмыртқаның көмегімен қамырымызды біріктіріп илейміз. Барлығын араластырып біркелкі болып біріккеннен соң тоңазытқышқа 10 минутқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан алған тестамызды пергамент қағазының көмегімен бірден жаямыз және пешіміз алдын ала қыздырылған болу қажет 170 градуста. 170 градуста қыздырылған пешке 20-25 минут тестамызды пісіреміз. Дайын болған тестамызды блендердің көмегімен үгітеміз. Барлығын жақсылап үгітіп болғаннан соң сары май, бөлме температурасындағы сары майымызбен тестамызды біріктіреміз. Формаға салып, барлығын жинағаннан кейін 10 минутқа морозильникке салып қоямыз. Ол уақытта біз уже начинкамызды дайындаймыз. Начинка дайындау үшін алдымен бізде творожный сыр бөлме температурасында болу қажет. Сырымызды, қантымызды және арахиспен пастамызды саламыз. Сосын жұмыртқамызды қосамыз, сливкиді құйып, барлығын жақсылап лопатканың көмегімен араластырамыз. Тестамызды алып, начинкамызды саламыз. 130 градуста 60 минут пісіреміз. Және болын дайындап атқан уақытта біз карамелімізді дайындаймыз. Пеш бізде алдын ала қыздырылған болу қажет. 60 минут пісіреміз. Карамелімізді дайындаймыз. Ол үшін қантты ерітеміз, яғни баяу отта еріту қажет. Одан кейін бөтен ыдыста сливкиді қыздырамыз. Қант толық еріп, оның үстіне сливкиімізді құямыз және сары майымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сливки бізде қатты қызу қажет. Одан кейін арахисімізді саламыз. Дайын болған карамельді чизкейктің үстіне құямыз. Барлығын лопатканың көмегімен тегістейміз. Және шоколад пен сары майымызды ерітіп, дайын болғаннан соң арахистің үстінен для оформления жасаймыз. Дайын болған массаны 4-5 сағатқа холодильникте ұстау қажет. Дайындап көріңіздер, ас болсын.